Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сіздермен бөлісейін деген менің аузымда да өте күрделі тақырыбым. Бір адамдар өмірде жетістікке жетіп жатыр, ал бір адамдар өмірде жетістікке жете алмай жатыр. Не үшін, соның себебі неде? Сол жөнінде сіздермен қысқа нұсқа өз ойымды, өмірде алған тәжірибемді бөлісіп кетсем деген ниетпен ұсынып жатырмын осы ақпаратты. Жалпы адам бір кішкентай дене әлемнің тарихын өзгертуге негізі шамасы жетеді. Өзгертіп те жатыр, тарихтан да біз көріп жатырмыз. Ал неге бір адамдар солай әлемді өзгертіп жатыр, ал бір адамдар неге көптің бірі болып өмірді өтіп кетіп жатыр? Оның ең басты нәрсесі адамда ең бірінші нақты қойылған, нақты адамды күш жігер беретін арман мақсаттың жоқтығы. Ең біріншісі осы нәрсе бізге жетіспейді. Көп жерде біз шатастырамыз қиял мен арманды. Қиял бөлек, адам қиялдап жүре береді, қиялдап жүріп өмірді өтіп көруге болады. Ал арман деген, ол нақты арман, ол сіздің көзіңізге от беретін, бойыңызға рух беретін, сізді алға қарай сүйреп, қысқасын айтқанда, сізді шабыттандырып тұратын нәрсе болу керек арманыңыз. Ана нәрсені ойлаған кезде сіз ұйқыңыздан қалай шошып оянғаныңызды білмей қалуыңыз мүмкін. Осындай арман мақсат ең бірінші бізге өте маңызды. Бұның өзінің стратегиялары бар. Арман мақсатын қалай қою керек, қалай орындалу керек, арманды қалай мақсатқа айналдыру керек, мақсатты жоспарлау керек, жоспарды қандай ретімен бөліп қоюға болады. Ол жөнінде де сіздермен кейін бөлісетін боламын. Толыққанды ішіне қарай кіріп арман мақсатын, жалпы адамға ең бірінші не керек? Ең бірінші арман мақсат керек. Екіншіден, сол арман мақсатқа сізді жеткізетін ерік жігер күші керек. Осы нәрсе міндетті түрде. Сіз арман мақсатыңыз бар, бірақ егер ерік жігер күшіңіз болмаса, онда ренжімеңіз. Сізге арман мақсатқа жету просто арманыңыз өзі қиял айналып кетеді. Егер ерік жігер күшіңіз мықты болмаса. Оның да ерік жігерді жетілдіру тікелей әрине мида жатыр, миға байланысты, барлық нәрсе миға байланысты. Сондықтан ерік жігерді күшейтудің өзіндік жолдары бар. Варианттары бар, қалай күшейтуге болады, қалай тұрақты түрде істеуге болады, қалай оны жүйелі түрде жасап отыруға болады, қалай автоматтандыруға болады. Осы жөнінде де толыққанды осы ерік жігердің ішіне кіру арқылы оның барлығын жеңіл, оңай түрде өзіңіздің бойыңызға сіңіріп әдетіңізге айналдыруға болады. Үшінші нәрсе ол өзіңізге деген сенімділік. Бұл нәрсе болмайынша біздің жетістікке жетуіміз мүмкін емес. Егер өзімізге деген сенім болмаса, өзіміздің ұсынылып жатқан товарға деген, өзіміздің бойымыздағы қызметіңізге деген бізде сенімділік болмаса, егер онда ренжімеңіз. Онда сіз табысқа жете алмайсыз. Егер осы үш нәрсе арман мақсат, оған жететін ерік жігер және өзіңізге деген сенімділік, ішкі сенім. Мысалға, ішкі сенімнің болмауы әртүрлі жағдайлардан болуы мүмкін. Біреудің отбасындағы тәрбие, біреудің ортасы, біреудің ойлаған ойы деген сияқты әртүрлі варианттарға байланысты сіздің ішкі сеніміңіз өзіңізге деген әлсіреп қалады. Көп жерде біз біреуден ақыл сұраймыз, оның айтқанын құдайдай көреміз. Сол үшін де біз алға қарай қадам баса алмаймыз, өкінішке орай. Сол үшін де көп жерде біз тәуекел ете алмай, тәуекел етпегеннен кейін қалаған арман мақсатымызға әрине ол жете алмаймыз. Сондықтан да не керек? Ең бірінші арман мақсат керек. Нақты қысқа нұсқа. Нақты қойылған, сізге шабыт беретін. Екіншіден, ерік жігер күші керек. Соған қарай сізді ұмтылтып тұратын. Қажыр қайратыңыз сөніп бара жатқан кезде сізге ерік жігер беріп тұратын қимылдар, әрекеттер керек. Ерік жігер. Бұл да өте маңызды. Көп адамдар осы тұсты дұрыс жасамағаны үшін өзін мақсатқа жете алмай жатыр. Үшіншіден, ол сізге не керек? Сізге міндетті түрде өзіңізге деген сенімділік. Өзіңізге деген нақты сенімді болсаңыз, арман мақсатыңыз болса, және де ерік жігер күшіңіз мықты болатын болса, сіз алмайтын амал жоқ.